Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз дұрыс тамақтанудың негіздері деп аталады. Жалпы біз білеміз, дұрыс тамақтану денсаулықтың кепілі екенін. Тамақтану ағзаның қуат шығынының орнын толтыруға жұмсалатын ақуыз, май, көміртегі, дәрумендер, минералды тұздарға қатысты өнімдер. Адам ағзасына пайдалы азық-түліктер тобына тоқталатын болсақ, біздің ағзамызға, яғни ми, жүрек, өкпе, бауыр, тері, шаш, көз, бұлшықет, бүйрек, сүйек қандай азық-түліктерді қолдану қажет екенін, қандай азық-түліктер бізге қажетті дәрумендерді беретінін осы кесте арқылы көруімізге болады. Дәрумендер тобына тоқтала кететін болсақ, жалпы біз тамақтанған кезде дәруменге бай өнімдерді қолдануға, тұтынуға тырысуымыз қажет. Қандай азық-түлікте, қандай дәрумендер тобы бар екенін осы кестеге қарай отырып білуімізге болады. Осыған сай тұтыну қажет біз. Калорияларға тоқталсақ, мына кестеде жас ерекшелігіне байланысты адамдарда қандай мөлшерде калория болу керек екені көрсетілген. Атап айтатын болсақ, 11-13 жас аралығындағы балалар үшін 2850, 14 пен 17 жас аралығындағы оқушылар, жасөспірім балалар үшін 3150, 14 пен 17 жас аралығындағы қыз балалар үшін бөлек, ұл балалар үшін калория құрамы бөлек екенін, яғни ұлдар үшін калория мөлшері көп екенін осы кестеден аңғаруға болады. Тамақтану ережесіне тоқталатын болсақ, бірінші, біз асықпай тамақтануымыз қажет, екінші, асты дұрыс шайнау қажет, үшінші, жегің келмеген асты жемеу керек. Тамақтану үшін не жеу керек? Оған тоқталамыз қазір. Жалпы тамақтануды проценттік қатынастарға бөлгенін және белгілі бір уақытта аралығында, белгілі бір сағатта тамақтануға тырысуымыз қажет. Жалпы мына жерде қай аралықта тамақтану тиімді екенін көрсетіп тұр. Біз тамақтануды көбінде 3 мезгіл ғана тамақтануға үйренгенбіз. Жалпы 4 рет тамақтану ұсынылады. Таңертеңгілік құнарлы тамақ жеу керекпіз. Түске дейін жеңіл, түс кезінде күшті, калорияға бай, тойымды тамақтарды тұтынсақ, және кешке жеңіл тамақтануға тырысуымыз қажет. Таңғы асқа қандай өнімдерді тұтыну керек, соған мына жерде ұсыныс көрсетілген. Енді сіздер өз мүмкіндіктеріңізге қарай тамақтанасыздар, әрине, бірақ осы кестені назарға ұстасаңыздар дұрыс болады. Түскі ас, кешкі ас. Біз тамақтану кезінде үнемі пайдалы тағамдарды тұтынуға тырысуымыз қажет. Біз пайдалы тағамдармен қоса зиянды тағамдар бар екенін де білеміз. Кейде біле тұра тұтынатын кезіміз болады. Мейлінше өте аз тұтынуға тырысуымыз керек. Ол тағамдар тобына газдалған сусындар, тез жеңіл дайындалатын фастфуд өнімдері, қытырлақ картоптар жатады. Көкөністерді қолдану қажет. Неге? Ол біздің денсаулығымыздың жақсы болуына, сұлу болуымызға септігін тигізетін бірден-бір табиғаттың бізге берген сыйы. Осылардың барлығын ескере келіп, біз өмір сүрудің салауатты мәнерін сақтау үшін тамақтану пирамидасына тоқталамыз. Өздеріңіз осы жерге қарай отырып, қай өнімдерді қандай мөлшерде қолдану керек екенін аңғаруға болады. Балалар, сіздерге осымен мәліметтер түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Егер сіздердің алдағы сабақ туралы, осы сабақ туралы түсініксіз бір сұрақтарыңыз туындап жатса, Classroom платформасы арқылы маған комментарийда жазып қалдыруларыңызға болады. Сау болыңыздар.